Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының тұрақты көрермендері. Бүгін біз сіздерге өзіміздің ешкі фермамыз туралы айтатын боламыз. Менің есімім Нұрғиса. Ендеше біз бастаймыз. Біздің ешкі фермамыз бүгінгі таңда екі түрлі өнім өндіреді. Оның ең басты өніміміз бұл ешкі сүті. Және де екінші өніміміз қосымша бұл ешкі сүтінен қаймақ. Фермамыз Қарағанды облысында орналасқан. Қазір мен сіздерге біздің ешкі фермамыздағы асыл тұқымды ешкілер жайлы, олардың тұқымдары жайлы толығырақ көрсететін боламын. Егер сіз біздің арнамызға тіркелмеген болсаңыз, онда подписаться батырмасын басып, арнамызға тіркеліңіз. Егер де бәріңіз тіркелген болсаңыздар, онда біз бастаймыз. Фермамыздағы басты ешкі асыл тұқымды ешкі тұқымдарының бірі ол Занин тұқымы. Занин тұқымы негізі Швейцардың Занин даласынан шыққан ең алғаш. Яғни швейцарлық ешкі. Бұл ешкінің бір ерекшелігі бұл сүтті ешкі болып келеді. Ұзындығы өте ұзын, көріп отырсыздар. Басқа ешкілерден өте ұзын болып келеді. Ұзын бел, ұзын мойын. Қазір бұл түлеп жатыр, жүндері түсіп. Жүні өте тықыр, құлағы қалқан құлақты, бірақ бір құлақты емес. Бір құлақты емес, шатастырмаңыздар, бір құлақты емес, қалқан құлаған, бауырсақ құлақты деп айтады қазақта. Кейіннен құлағының ішінде, тұмсығында, желінінде қара дақтары болады. Қара дақтары бұл жүнінде болмайды, тек терісінде болады. Бұл бұның ерекшеліктері, Занин тұқымды ешкінің ерекшеліктері. Және жон терісіндегі жүні сәл ұзындау қарап отырсаңыздар, мына жерде жон терісіндегі жүні 4 елге дейін ұзын болады. Бұл сүт беретін сүтті ешкі. Негізгі біздің фермадағы тұқымды ешкілердің барлығы осы Занин тұқымды ешкісі. Бұның номері 70-ші ешкі. Бұл жігіттің есімі Тайсон. Тайсон бізде теке. Тайсон, қара. Біздің Занинский тұқымды теке. Тайсон. Шешейін ба мойындағаны. Қара. Занинский текенің басты ерекшелігі түсі, жүні. Жүні ұзын болғанымен мынандай несі болмайды ешкіден қарағанда. Түбінде астында түбіт жоқ. Ашсаңыз арасы бірден терісі көрініп тұрады. Басындағы жүнінде мүлдем дерлік несі болмайды, жүні болмайды. Терісі көрініп тұрады. Тұмсығында, құлағында және желінде қара дақтар болады, жаңа байқаған шығарсыздар. Қасының үсті, екі қасының үсті, қабақ, тұмсықтың үсті, мына жерлер жүнсіз тықыр, көздің айналасы жүнсіз тықыр болып келеді. Мінекей, Тайсон. Ешкінің лақтары міне осындай болады. Жүнді бұлардың да тұқыр, бұлар да ұзын. Бір көргенге бірден өзі білінеді, өзі асыл тұқымды екендігі. Бұлардың мінекей нәжелеріне мойында сырғасы бар. Сенде сырға бар ғой, көрсейсіз сырғаны. Қараңдар камераға. Көреміз. Тұқымды ешкі, бұлағы. Бұл Альпі тұқымды ешкі. Альпийский дейді. Бұл Францияда көп ұсталады. Бұл бізде еркек екен. Еркек. Мүйсіз болады. Мүйсіз болатын көрініп тұр, не? Тоқал, мүйізі жоқ. Еркек теке болады бұйырса. Ал бұл Египет есімді шыбыш, Альпі тұқымды. Бұл әлі кішкентай. Бұл әлі сүт бермейді. Бұл әлі сауылмағанда сәл асаулау. Египет. Қара. Қараш. Сәлем де. Арнаға тіркеліңіздер деп айтшы. Сіздерге. Бауырлар, шекшек атаның бұл тұқымын қазақ атамыз ежелден іші толған лақ болады, бұты бұлақ болады, жегені шөкімде ғана құрақ болады деп сипаттаған. Олай болса, ешкі шаруашылығына қосып жатқан үлесімізді бағалап, лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздерге біздің фермамыздағы ешкілердің тек тұқымдарын ғана көрсеттік. Негізгі тұқымның ол Занинский тұқым, біздің фермамыздың тұқымы. Арасында бар альпийский тұқымдарды да көрсеттік.
Видеоны соңына дейін көріп фотоларды тамашалаңыздар, ал мен сіздермен осы жерден қоштасамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет. Қазақ болып туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпей кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып туымағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті атамды жаттай алмай кетерем.